бастаңыз. Мен қазір Алматы облысы Ақсу ауданы Қызылағаш деген ауылдамын. Бұл ауыл осы 12 жыл бұрын осы су апатынан қатты зардап шекті. Сосын осыдан бір жарым ба 2 жыл бұрын мен осы жер мәселесімен келгенім бар. Сода Сарқыт деген жігітпен былай танысып дос болып кеттік. Сарқыттың фамилиясы кім еді? Салқанов, иә. Ол нағыз батыр жігіт. Осы өте патриот сондай жігітті. Сосын қаңтар айында бұл жігіт енді үйінде отыра алмай мына Талды қорғанда енді қатысты, енді мына көтеріліске қатысты ғой. Бірақ қатысқанда ештеңе сындырған жоқ, ешкімді ұрған жоқ. Жай үндеу тастады, былай микрофонмен сөйледі. Бірақ сөйлеген кезде ешқандай ұран, былай заңға қайшы ұран да айтқан жоқ ештеңе. Осы жарты жыл бойы бұл жігіт, Сарқыт Салқанов деген жігіт қамауда. Міне мен сол жігіттің үйіндемін қазір. Міне 5 баласы бар. 5 баласы осы әкесін күтіп отыр. Мен прокурорларға айтарым, жарайды ол осы жарты жыл үйде отырса, қандай проблема болады? Болады ғой, үйде отырып сотты күтуге болады еді ғой, иә балалар? Сендер күтіп отырсыңдар ғой. Сол емес пе? Сағынып отырсыңдар ғой. 5 бала бар. Ал шығару керек. Бәрін сот қана шешеді. Ол адамды өліктірген жоқ, ештеңені сындырған жоқ. Сондықтан бұл жігітті үйге шығаруға, босатуға өтінемін, талап етемін. Рахмет.